Әкеңнің аузы Саске қайда? Менде таңдау жоқ сияқты. Мен сізге суши пицца. Шей, іздестір оны. Құп болады. Акацукиде сөйлесетін ешкім жоқ. Олардың барлығы шеттеріне өліп қалды. Райкаге-сама, бір көзді Кири, Шей, Даруи, кеттік шешесі. Бұл... Не болды, Карин? Самурайлар ашулана бастаған сияқты. Олар бізді іздеп жатқан сияқты. Мен қатты ашуланып тұрмын. Егер сен менен кейін келсең, менен саған оңай болмайды. Саскенің чакрасы басқаша. Оның чакрасы енді бұрынғыдай емес, қарғыс атқан мөлтен 2 есе күшті. Ол жалғыз емес, оның сыбайластары бар. Бірдеңе жақындап келеді. Күшік неме? Саске, оған өзің жалғыз барушы болма. Мына жігіт. Бұл жігіттер Джунин, Куму аралас жігіт олардың басшысы және де Райкаге. Біз олардан оңай өте алмаймыз. Ол бізді соқыр етпекші. Сен генжутсыз сене жатқан күннің өзінде де кешігіп қалдың. Карин чакра қолтаңбасын жасыратын шығар, өйткені ол мұны жасай алады. Біздің оны жеңуден басқа амалымыз жоқ. Ол менікі. Мен сені сығып жіберемін. Кәне, кім бірінші? Ей, шешеңді сенің. Арттан. Мен сендерді Шаринган сияқты ұнатпаймын. Өле қал! Ол Райкаге-саманың тікелей соққысынан кейін де тірі қалды. Бұл генжутсу ғой. Бұл жігіттер бір-бірінің шабуылын диверсия ретінде пайдалануға шебер. Мен бұл генжутсу екенін білемін, бірақ бәрібір қарғыс атсын. Мен қозғала алмаймын. Шей, мен жалғыз шайқасып жатырмын. Келесі кім? Найзағай техникасы шабуыл күші мен тесу қабілетін арттыру үшін күшейтіледі. Бұл дәл Хатаке Какашидікіндей. Найзағай күшіне оранған, маған қол тигізе алатындай мықты техника.
Міне Райкагенің шиноби тайджутсуы. Демек бұл Мангёкку Шаринган. Бұрын Лигер бомбасынан ешкім ешқашан аман қалған жоқ. Қулықтан бөлек бұл жігіттерде не бар? Зайбал мені генжутсуға түсірді. Бұл Мангёкку Шаринган. Мен түсіндім, сондықтан да Райкаге-сама өзінің күшін үлкен деңгейде қолданды. Аматерасу. Райкагені бағаламай қойма. Бұл ең соңғы соққы. Бұл Құмдагара. Сіз самурайлар керішегініңіз. Бұл шиноби әлеміне қатысты мәселе. Сізге самурайларыңыздың құрбандыққа айналуының қажеті жоқ. Мен Учиха Саскемен сөйлескім келеді. Ол найзағай элементін қолданғанымен Райкаге-самаға қолын созды. Екі бірдей ауыр соққы алды және де ол әлде тірі. Сенің көздерің сол кездегідей. Мен тек кек алу үшін өмір сүру ештеңені шешпейтінін білемін. Әлі де уақыт бар. Тіпті мына отақбастан Нарутоның өзі де көндіре алмады ғой. Бұл Акацукиге қосылғалы бері таудан құлап басына сатыр есене алған. Саске, сен маған ұқсайсың. Біз бұл дүниенің қараңғысында жүрдік. Мен баяғыда көзімді жұмып қойғанмын. Менің мақсатым қараңғылықта жатыр. Мен білемін. Сен менің жалынымнан өзіңді жақсы қорғадың. Сенің абсолютті қорғансың әлі де өз жұмысын атқарып жатқан сияқты. Тағы қанша күтемін, ши. Болып қалдым. Кара, мне нағыз абсолютті қорғаныс. Бұл жақсы көрінбейді. Бұл чакра мен білетін Саскенің чакрасы емес. Тым суық. Сонда бұл қараңғылықтың күші ме? Бұл күшке Мангёккюдің екі көзін оята білгендер ғана жете алады. Үшінші билік Сусану. Бәлі даруы көтін айыр ананың. Оқ біля, жоғардан тас құлап жатыр, қашындар. Данзоның орналасқан жерін таптың деген ойдамын. Жылдам сол жерге баруымыз керек. Мен үшін Данзо бірінші орында тұр. Карин, мені сол жерге апаршы. Жарайды. Ол келді. Жоғарыда. Саске, Данзо қашып баратыр. Карин, кеттік.
Араласпаңыз. Мұндай жақсы адам қандай ысырап. Мен сені ең болмағанда ертуге мүмкіндік беретін поцелуй беремін. Қазір екеуміз ғана. Сенің жанында тұрған қабырғаны мен оны бірінші шабуылдың кезінде жауып тастадым. Ол еріп жатыр. Осындай әдемі адамның еріп кеткенін көрген кезде менің жүрегім ауырады. Бірақ сен өлуің керек. Не? Бұл чакра. Бұл сол адамның чакрасы. Қарғыс атсын сені. Менің чакрам қайтып келуде. Тұман басқалар тұрған жерге ақып кетуде. Мен пейдж деңгейіне өтуім керек. Сонда сен сияқты адам Дейдараны жеңді ме? Көріскенше. Саскенің чакрасы жоғалып кетті. Дұрыс айтасың. Өйткені мен оның денесі молекулалық тетікке жақын бөлшектедім. Қайда ол? Цучикаге, Саске қайда? Мен оны өлтіріп қойдым, шеше. Ол сенің шаруаң емес. Тоқтаңдар. Менің атым Учиха Мадара. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Енді әшейін видеоны көріп кете бермей, бір комментарий қалдырып кетіңіздер. Барутоның бірінші бөлімнен бастап салатын болады шығар. Мен Баруто сал десеңіздер, бірінші бөлімнен до конца аяқталам дегенше салып тастаямын ғой мен дейтін. Ой, бля. Так, достар, енді комментарий қалдырып кетіңіздер. Енді не дыбыстайын, енді келесіде Барутоның бірінші бөлімнен бастап дыбыстап көрейін ба, әлде тағы да осындай басқа да анимелер дыбыстап көрейін ба. В общем, сол, давайте.